60 жастан кейін ағзаға тек не жеп жүргеніңіз емес, не ішіп жүргеніңіз де маңызды. Кейде адам шөлдеп тұрмын деп сезбейді, бірақ ағзаға сұйықтық бәрібір қажет. Су аз ішілсе, ауыздың құрғауы, әлсіздік, бас айналу сияқты белгілер пайда болуы мүмкін. Сондықтан күні бойы сұйықтықты жеткілікті қабылдау маңызды. Бірақ күні бойы тек шай, кофе немесе тәтті сусын ішіп жүру де дұрыс емес. Бүгін сіздерге 60 жастан кейін дастарханға қосуға болатын 5 пайдалы сусынды айтатын боламыз. Олардың кейбірі біздің үйде бұрыннан бар. Ең бастысы қалай және қанша ішетінін білу. Бірінші орында көк шай. Қазақтың дастарханында шайдың орны бөлек. Көк шайдың құрамында полифенолдар, соның ішінде катехиндер бар. Сонымен бірге оның құрамында кофеин болады. Зерттеулерде көк шайдың кейбірі жүрек қан тамыр қауіп факторларына, соның ішінде холестеринге аздап оң әсері болуы мүмкін екені қарастырылған. Бірақ көк шайды дәрі деп қабылдауға болмайды. 60 жастан кейін көк шайды қантты көп қоспай ішкен дұрыс. Өйткені кейде пайдалы шайдың өзін 3-4 қасық қантпен ішіп, пайдасынан бұрын қантты көбейтіп аламыз. Тағы бір маңызды нәрсе, көк шайда кофеин бар. Сондықтан ұйқысы нашар адамдар оны кешке көп ішпегені дұрыс. Ал қысымға немесе жүрекке арналған дәрілер ішіп жүрсеңіз, көк шайдың концентраттары мен қоспаларын өз бетіңізше қолданбаңыз. Кәдімгі сусын ретінде ішілетін көк шай мен жоғары дозалы жасыл шай экстракты бір нәрсе емес. Қарапайым көк шайдың өзі жеткілікті. Екінші сусын итмұрын шайы. Біздің әжелеріміз итмұрынды бекер қайнатпаған. Итмұрынның құрамында С дәрумені, полифенолдар және басқа да өсімдік қосылыстары бар. Зерттеулерде итмұрынның антиоксиданттық қасиеті көрсетілген. Антиоксиданттар дегеніміз ағзадағы тотығу процестеріне қатысатын қосылыстар. Сондықтан итмұрынды жай ғана тәтті сусын емес, пайдалы шөптік сусын ретінде ішуге болады. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңыз, итмұрын шайы барлық ауруды емдемейді. Мысалы, итмұрын ішсең қысым міндетті түрде түседі, немесе буын ауруы жазылады деп айтуға болмайды. Оны күнделікті рационға пайдалы сусын ретінде қараған дұрыс. Ал оны қалай дайындаған дұрыс? Итмұрынды жақсылап жуып, термосқа салып, үстіне ыстық су құйып бірнеше сағат тұндыруға болады. Ал өте ұзақ қайнатып, витаминдердің бәрін сақтап қаламыз деу дұрыс емес. Және ішіне міндетті түрде көп қант қосудың қажеті жоқ. Үшінші орында лимон қосылған шай. Мұнда бір қызық нәрсе бар. Кей адамдар лимон шайын ағзаны тазартады, майды ерітеді, барлық токсинді шығарады деп ішеді. Бұған сенудің қажеті жоқ. Лимонның негізгі пайдасы оның құрамындағы қоректік заттар, соның ішінде С дәрумені. Ал лимон қосылған жылы шай жай ғана жағымды сусын. Ең жақсысы қантты аз қосу немесе мүлдем қоспау. Мысалы, қою шайға 4 қасық қант салып, үстіне бір тілім лимон салсақ, оны пайдалы сусын деп айту қиын. Ал жылы шайға бірнеше тілім лимон қосып, қантсыз немесе аз қантпен ішсеңіз әлдеқайда жақсы. Тағы бір кеңес, лимонды қайнап тұрған шайға емес, сәл суыған шайға қосқан дұрыс. Ал асқазаны сезімтал, қыжылы жиі мазалайтын адамдар лимонды сусынды көп ішкенде жайсыздық сезінуі мүмкін. Ондай жағдайда өз ағзаңызға қарап мөлшерін азайтыңыз. Төртінші сусын имбир қосылған шай. Соңғы жылдары имбир өте танымал болып кетті. Біреулер оны таңертең аш қарынға ішеді. Біреулер лимон мен имбирді қосады. Ал енді біреулер имбир қан тамырын тазалайды, қанды сұйылтады, барлық ауруды кетіреді деп айтып жүр. Бұлай асырып айтуға болмайды. Ғылыми зерттеулерде имбирдің жүрек айну және құсу сияқты кейбір жағдайларға әсері зерттелген. Бірақ оның барлық ауруға ем екені дәлелденген жоқ. Имбир кей адамдардың асқазанға жайсыздық, қыжыл, іш өту немесе ауыз тамақтың тітіркенуін тудыруы мүмкін. Сондықтан 60 жастан кейін де көп ішсем соғұрлым пайдалы деген түсінік дұрыс емес. Бірнеше жұқа тілім имбирді жылы шайға қосып ішу жеткілікті. Мысалы, бір стақан жылы шайға 2-3 жұқа тілім имбир,
бір тірім лимон қосуға болады. Қаласаңыз аз ғана бал қосуға да болады, бірақ балды да көп қоспаған дұрыс. Ал тұрақты дәрі ішетін адамдар имбирді күнделікті көп мөлшерде немесе қоспа түрінде қолданбас бұрын дәрігермен кеңескені дұрыс. Өйткені шөптік өнімдер кейбір дәрілермен өзара әсерлесуі мүмкін. Ал 5-ші сусын үйде дайындалған смузи. Бірақ біз дүкендегі тәтті сусын туралы айтып отырған жоқпыз. Үйде жасалған қарапайым смузи туралы айтып отырмыз. Мысалы, жарты банан, бір уыс жидек, айран немесе табиғи йогурт, аздап сұлы қосып, бәрін блендермен өткізуге болады. Мұндай сусындардың жақсы жағы бір стақанға бірнеше пайдалы өнімді біріктіруге болады. Жемістер, витаминдер, минералдар және талшық береді. Ал көкөніс пен жемісті рационға көбірек қосу жасы ұлғайған кезде де маңызды. Мысалы, смузиге айран, жидек, банан немесе табиғи йогурт, алма, сұлы қосуға болады. Бірақ мына қателікті жасамаңыз. Смузиге банан, жүзім, құрма, бал, қант бәрін бірден қосып жіберсеңіз, сусынның қант мөлшері қатты өседі. Сондықтан пайдалы смузи деген тәтті нәрсенің бәрін блендерге салып жіберу емес, қарапайым болғаны жақсы. Осы 5 сусынды айтып отырып, ең маңызды сусынды ұмытып кетуге болмайды. Ол кәдімгі су. Көк шайда, итмұрын шайда, лимон шайда судың орнын толық баспайды. Күні бойы сұйықтықты жеткілікті қабылдау керек. Әсіресе жасы ұлғайған кезде шөлдеу сезімі бұрынғыдан да анық болады. Сондықтан шөлдеген кезде ғана ішемін деп жүре беру дұрыс емес. Бірақ нақты қанша су ішу керек деген бір ғана сан бәріне бірдей келе бермейді. Бүйрек, жүрек ауруы бара немесе дәрігер сұйықтықты шектеген адамдар өз дәрігерінің нұсқауын ұстануы керек. Қайсысын қай кезде ішуге болады? Мысалы, таңертең 1 стакан жылы су, таңғы астан кейін көк шай немесе лимон қосылған шай, күндіз итмұрын шайы немесе су, түстен кейін имбир қосылған жылы шай, ал тамақтануға ыңғайлы уақытта жеміс-жидек қосылған смузи. Бірақ бұны қатаң кесте деп қабылдаудың қажеті жоқ. Ең маңыздысы сусынды қантқа толтырмау және мөлшерін шамадан асырмау. Осындай денсаулыққа пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін денсаулық нұры арнасына жазылып, видеоны жақындарыңызға да жіберіңіз. Бұл видео жалпы ақпараттық мақсатта дайындалды. Созылмалы ауруларыңыз болса, немесе тұрақты дәрі қабылдасаңыз, шөптік сусындарды ем ретінде қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Дендеріңізге саулық тілеймін.